отарпас, блядь. Сен қотасың, блядь, нахуй, долбоеб. Түсін ба? Мен кімден тұрсың, блядь, долбоеб. Менің нағашыларым бәрі актер, нахуй. Құдайға шүкір, бір құдай куә. Бәр драма театрда істейтін актер, нахуй. Кімден тұрсың? Мылжың бас айуан. Түкірген ба, нашақой. Наркоманның отбасында өмір кесін алқаш, блядь. Сен алқашсың, блядь. Алқаш. Мен шешетін жарым, әкем алқашы мен. Айуан, хайуан, блядь. Мұратқа күлмеңдер, далбоебтар, нахуй. Сендер кімді тұрсың, Мұратта? Ей, киелі жетімдер, нағашым. Менің барлық жетімдер жоқпын, өзім жетімдерім, өзім шешем жетімдер, аталардың барлығы сал сері болған қожалар, өзім қожам. Бәрі ақын, етікші болса да әйтеуір. Мен білесің ба, сонда киелі, текті отбасында өмір кегем, далбоеб, біле. Текті отбасында өмір кегем. Сен кім деп тұрсың мен? Мен не үшін Мұрат Әділов болып жүрмін? Не үшін қырғыз еліне, өзбек еліне, тмд мұсылман елдеріне не үшін қазақ еліне танымал болып жүрмін? Мен текті ұрпақтың баласымын, не далбоеб. Мен Мұхаммед саллаллаху акбар. Түсін ба, блядь, далбоеб, блядь. Түсін ба, блядь. Звондамашы шешесі, нахуй. Мен пайғамбардың ұрпағым, блядь, нахуй. Сен, түсін, блядь. Өлтіремейсіңдер, нахуй, далбоебтар, нахуй. Мен пайғамбардың ұрпағым, түсін ба? Түсін ба? Қожа Ахмет Яссауидің ұрпағым мен. Далбоеб, блядь.